Барлықтарыңа сәлем оқушылар, сіздермен бірге Қайыржан ағай, және де бүгін бізде 9-шы сынып 4-ші тоқсан және де физикадан тжб-сын талдайтын боламыз. Ендеше, бірінші сұрақ, өтімділігі ең жоғарғы және де өтімділігі ең төмен сәулелерді көрсетіңіз дейді. Бізде енді мына жерде мен фото қойып қойдым өзім, сурет. Қарасаңыздар, альфа, бета және де гамма сәулелері көрсетілген. Енді қарайық, альфа сәулесі ұшып келіп, альфа бөлшектері былайша айтқанда, ол мына тұрған қағазға келіп тоқтап қалады ғой, өте алмай қалады қағаздан. Ал бета сәулелерін қарайтын болсаңыздар, ол қағаздан өтіп, ол мына тұрған алюминийге келіп тоқтап қалады. Ал енді гамма сәулелерін қарайтын болсаңыздар, ол сендерде қағаз болсын, алюминий болсын, қорғасын мен бетоннан да өтіп кетіп тұр ғой. Сонда бізде өтімділігі ең жоғарғы деп гамма сәулесін айтады екенбіз, ең жоғары. Ал ең төменгі деп, ол мына альфа бөлшекті алсақ болады, өйткені ол жай ғана бір простой қағаздан өте алмай қалып тұр. Альфа бөлшек ол сендерде ең төменгі. Енді осы жауаптарды іздейтін болсақ, сендерде ол А жауабында емес, Б жауабында емес, қарайтын болсақ, С жауабында гамма және де альфа сәулелер деп берілген екен. Келесі сұрақ. Егер мысты толқын ұзындығы 0,495 микрометр жарықпен сәулелендіреді, енді мыс үшін электрондардың шығу жұмысы 4,147 электровольтқа тең десе, біз айтады, бірінші сұрағында толқын ұзындығы ХБЖ-ға айналдырыңыз дейді. Толқын ұзындығы бізде берілген 0,495 микрометр арқылы. Енді 1 микрометр ол сендерде 10⁻6 дәрежесіне тең десек, 0,495 көбейтілген 10⁻6 дәрежесі метрға теңеседі ғой. Енді біз оны былай жаза аламыз. 495 көбейтілген 10⁻9 дәрежесі десек те болады. -9 дәрежесі метр деп жазсақ болады екен. Енді келесі сұрақ. Фотоэффект құбылысының басталу шарты. Енді фотоэффект құбылысы басталу шарты дейді. Фотоэффект дейтін не дейтін сұраққа жауап беретін болсақ, ол қандай да бір пластина бетіне қандай да бір жарық түскен кезде, яғни сәуле түскен кезде жарық. Бізде осы пластина бетіндегі электрондардың қандай да бір жылдамдықпен ыршып шығуы. Енді қарайық, бізде фотоэффект құбылысы байқалады. Қандай жағдайда? Ол мына пластина бетіне түскен фотон энергиялары бізде осы электрондарды шығаруға арналған, ұшырып шығаруға арналған шығу жұмысынан көп болған жағдайда бізде басталады екен. Енді жігіттер қыздар, есептің шартын оқып, фотоэффект құбылысын байқалады ма, әлде байқалмайтынын анықтаңыздар дейді. Бізде байқалу және де байқалмайтын екі шарты бар. Ол біріншісі Е фотон, яғни фотон энергиясы шығу жұмысынан үлкен болған жағдайда ол сендерде байқалады. Ал енді жігіттер қыздар, керісінше фотон энергиясы шығу жұмысынан кіші болатын болса, ол сендерде байқалмайды. Енді қарайық жігіттер қыздар. Бізде фотон энергиясын есептесек, Е фотон ол сендерде Hc бөлінген лямбдаға теңесетін болса, 663 көбейтілген 10⁻34 дәрежесін көбейтеміз 3 көбейтілген 10⁸8 дәрежесіне, оны бөлеміз 495 көбейтілген 10⁻9 дәрежесіне. Сонда бізде қанша шығады? 663-ті 3-ке көбейтіп бөлетін болсақ 495-ке, ол сендерде 0,04 көбейтілген 10-ның неше дәрежесі? -34-ке қосатын болсақ 8-ді, және де қосамыз оған 9-ды. Ол сендерде -17 дәрежесі джоуль. Бірақ енді оны -19-ға келтіретін болсақ, сендерде 4 көбейтілген 10-ның -19 дәрежесі джоуль бола салады екен. Енді жігіттер қыздар, мына жерде біздің шығу жұмысымыз берілген. Ол электровольтпен. Енді 1 электровольт сендерде 1 электровольт. Ол 1,6 көбейтілген 10⁻19 дәрежесі джоульға тең. Сонда шығу жұмысымыз 4,47 көбейтілген 1,6 көбейтілген 10⁻19 дәрежесі десек. Ол сендерде 4,47-ні 1,6-ға көбейтетін болсақ, сендерде 7,1 көбейтілген 10⁻19 дәрежесі джоуль бола салады екен. Сонда біз енді фотон энергиясы мен шығу жұмысын салыстыратын болсаңыздар, әрине бізде 7 4-тен үлкен, яғни шығу жұмысы
үлкен болып тұр фотон энергиясынан. Ол сендерде мына жерде көрсетілгенде екі шарттың қайсысына сәйкес келеді? Ол мына бір байқалмайды деген шартына сәйкес келеді екен. Яғни айтқанда бізді мысты мынандай толқын ұзындығымен жарықтандыратын болсақ, ол кезде фотоэффект құбылысы байқалмайды деген сөз екен. Кетіп келесі. Цесиден ұшып шыққан электрондардың жылдамдығы 2 мегаметр секунд. Енді А шығу жұмысы берілген, электрондардың массасы 1 электровольт берілген және жарық жылдамдығы берілген екен. Енді оны қарайтын болсаңыздар, А сұрағында өлшем бірліктерді ХБЖ-ға айналдырыңыз. Бізде жылдамдықты көріп тұрғандарында 2 мегаметр бөлінген секунд беріп тұр екен. Оны ХБЖ-ға айналдыратын болсақ, 2 көбейтілген 10-6 дәрежесі метр бөлінген секунд. Ал енді шығу жұмысын қарайтын болсақ, ол сендерде 1,8 электровольт. Енді оны ХБЖ-ға айналдыратын болсақ, 1,8-ді жай ғана 1,6-ға көбейтеді екенбіз. Ол 2,88 көбейтілген 10-19 дәрежесі джоульді беріп тұр екен. Яғни айтқанда бұл сендерде жылдамдықтың ХБЖ-сы және де шығу жұмысының халықаралық бірліктер жүйесіндегі мәні екен. Енді Б сұрағын қарайтын болсақ, электрондардың кинетикалық энергиясын анықтаңдар. Ол энергияны біз классикалық механикадағы кинетикалық энергияны қолдансақ, mv квадрат бөлінген 2. Сонда біздің массамыз, яғни электронның массасы 9,1 көбейтілген 10-31 дәрежесін көбейтеміз. Жылдамдық енді 2 көбейтілген 10-6 дәрежесі квадрат десек, оны бөлеміз 2-ге. Сонда бізде қанша шығады? 9,1 көбейтілген 10-31 дәрежесін көбейтіп, 2-нің квадраты 4, және 10-6 дәрежесін квадраттайтын болсаңыздар, ол 10-12 дәрежесі бола салады екен. Оны бөлеміз жай ғана 2-ге. Сонда 9,1-ді көбейтіп 4-ге бөлетін болсақ 2-ге, ол сендерде 18,2 көбейтілген 10-ның неше дәрежесі? -31 қосылған 12. Ол сендерде -19 дәрежесі джоульді бере салады екен. Енді жігіттер қыздар, енді біз осы кинетикалық энергияны тауып отыр екенбіз. Сонда біздің 18,2 көбейтілген 10-ның -19 дәрежесі джоуль дегеніміз біздің ұшып шыққан электрондардың кинетикалық энергиясы деген сөз. Кетіп келесі сұрақ. Цесиден ұшып шыққан, яғни жаңағы сұрақ, бірақ та С нұсқасы, біз фотоэффект үшін Эйнштейн формуласын пайдаланып, түскен жарықтың жиілігін есептеңіздер дейді. Бізде оны қалай анықтаймыз? Бізде Эйнштейн теңдеуі E фотон энергиясы тең болады шығу жұмысына қосамыз кинетикалық энергияны. Енді бізде фотонның энергиясын H ньюға теңестіретін болсақ, осы жерден бізде сәуленің жиілігін анықтай алады екенбіз. Нью тең болады А шығу қосылған кинетикалық энергия, оны бөлеміз Планк тұрақтысына. Сонда мына жақта анықтадық қой біз. Оның шығу жұмысы мінеке көрсетіліп тұрғанда 2,88 көбейтілген 10-19 дәрежесі. Оған қосамыз 18,2 көбейтілген 10-19 дәрежесі кинетикалық энергияны, және бөле саламыз 6,63 көбейтілген 10-34 дәрежесіне. Сонда жиілік қанша шығып тұр бізден? 2,88-ге қосатын болсақ 18,2-ні, және оны бөлетін болсақ 6,63-ке. Біздің жиілігіміз, жігіттер қыздар, біздің жиілігіміз ол сендерде 3,18 көбейтілген 10-ның неше дәрежесі? -19 қосылған 34, ол сендерде 15 дәрежесі герц деген жауап болып тұр екен. Яғни айтқанда Цесиден бетіне түскен сәуленің жиілігі ол 3,18 көбейтілген 10-ның 15 дәрежесі герц деген жауап. Келесі бізде сәуленің толқын ұзындығы қандай дейді? Енді біз фотон энергиясын білеміз ғой. H нью деп, және де HC бөлінген лямбда деп ашыламыз. Сонда мына жерде Планк тұрақтылары қысқарып кететін болса, нью тең болып тұр С бөлінген лямбдаға. Осы жерден анықтайтын шама біздің толқын ұзындығы С бөлінген нью бола салатын болса, 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесін бөле салады екенмін. Нешеге? 3,18 көбейтілген 10-ның 15 дәрежесіне. Сонда бізден қанша шығады? 3-ті бөлетін болсақ 3,18-ге, ол сендерде 0,94 көбейтілген 10-ның неше дәрежесі? 8 азайтылған 15, ол -7 дәрежесі метр бола салады екен. Сонда біздің толқын ұзындығымызды енді былай -9 дәрежеге келтіретін болсақ, ол сендерде
940 көбейтілген 10-ның минус 9 дәрежесі метр деген жауап бола салады екен. Әлде 1, 2. 940 көбейтілген 10-ның минус 7 дәрежесі, минус 9 дәрежесі метр бола салады деген сөз. Бұл сендерде итоговый жауап былайша айтқанда. Келесі бізде ядролық реакциядағы белгісіз бөлшекті анықтаңдар және ядролық реакцияның теңдеуін жазыңдар деп тұр. Бізде енді бірінші қарасақ, сендерде қандай да бір алюминий ядросы, ол сендерде мына бір альфа бөлшекті өзіне қармап алып жатыр. Сонда альфа бөлшек ол 4-2 гелий атомы болатын болса, оған қосамыз 24-13 алюминийді. Бізде реакциядан туындайтын қандай да бір А және де Z дейтін X элементі болатын болса, одан қосамыз мына бір протон, яғни айтқанда 1-1 протон. Сонда мына элементтің атомдық массасын анықтайтын болсақ, ол тек қана мына үстіңгі сандарының қосындысы ретінде алатын болсақ, барлығын ол 4 қосылған 24 тең болып тұр А қосылған 1-ге. Сонда осы жерден А-ның өзін анықтайтын болсаңыздар, 24-ке 4-ті қосып 1-ді азайтатын болсақ, ол сендерде 27 деген сөз. Ал енді тек қана астыңғы бөліктің сандарын қосып шығатын болсақ, астыңғы бөліктің, ол сендерде 2 қосылған 13 тең болып тұр Z қосылған 1-ге. Ал енді осы жерде Z бізде нешеге? 14-ке теңеседі екен. Енді осының негізгі реакция теңдеуін жазатын болсақ, қандай да бір 4-2 альфа бөлшегі бізде 24-13 деген алюминийге келіп қосылады. Одан сендерде 27-14 деген қандай да бір X элементі бөлініп және протон бөлініп шығады екен. Осы сендерде реакцияның негізгі теңдеуі болып табылады. Келесі сұрақ бізде 5-ші сұрақ. Бор элементі берілген, оның ядросының тыныштық массасы берілген және протон және нейтрондардың массасы берілген. Бізде сұрайды, масса ақауының формуласын жазыңыз. Масса ақауының негізгі формуласы ол сендерде жақша ішінде протондар санын көбейтеміз масса протонға және де оған қосамыз нейтрондар санын масса нейтронның көбейтіндісін және де жалпы азайта саламыз ядро массасын. Сонда бізде шығады екен масса ақауының формуласы. Сонда масса ақауын есептеңіз дейді. Енді дәл осы формуланы есептеп біз шығара салатын болсақ, нейтрондар саны мен протондар санын анықтау қажет бізде. 11-де 5 бор десем, бізде атомдық массасы ол сендерде 11-ге, ал электрондар саны жай ғана 5-ке тең болып тұр. Ол сендерде протондар санына да теңеседі. Протондар санына да. Осы жерде енді нейтрондар санын анықтайтын болсам, нейтрондар санын мен атомдық массадан жалпы электрондар санын азайтады екен. Сонда 11-ден 5 азайтатын болсам, 6 деген сан шығып тұр екен. Сонда протондар саны бізде 5 болатын болса, 5-ті көбейтен масса протонға 1,0078-де 26 қосамын оған 6 көбейтілген 1,008666 және де одан азайта саламын 11,0093-05 ядро массасын. Сонда мен енді осыларды жалпы көбейтіп қосып шығатын болсам, мен мына жерге жауаптарын жазып қоя салайын. 5 көбейтілген 1,0078-де 26 ол сендерде 5,03,913 шығады. Оған қосады екенбіз 6 көбейтілген 1,00,866 дейтін болсақ, ол сендерде 6,05,192 Енді жалпы азайтатын болсақ 11,00,9305-ті ол сендерден қанша шығып тұр? Қосамыз 5,03,913-ті азайтады екенбіз 11,00,9305-ті. Сонда одан жігіттер қыздар бізде 0,0817 деген және де соңында 8 бар екен. Массалық атом бірлігі. Яғни айтқанда біздің жалпы масса ақауымыз ол сендерде 0,0878 массалық атом бірлігі шыға салады екен. Енді бор элементінің байланыс энергиясын есептеңдер. Бор элементінің байланыс энергиясы негізде байланыс энергияның өзінің формуласы ол осы масса ақауын с квадратқа көбейтіндісіне. Ал енді с квадрат бізде жігіттер қыздар
ол энергия түрінде жазатын болсақ 931-де 5 мега электрон вольт шығады екен. Сонда осы біздің тауып алған масса ақауымызды, яғни 0,08178-ді 931-де 5-ке көбейтетін болсам, ол бізде көбейту 931-де 5, ол сендерде жалпы 76 мега электровольт деген жауапты бере салады екен. Яғни айтқанда осының байланыс энергиясы бордың бізде 76 мега электрон вольт. Енді бор элементінің меншікті байланыс энергиясын есептеңдер дейді. Ол сендерде меншікті байланыс энергиясы осы байланыс энергиясын жай ғана нуклондар санына қатынасы. Сонда біздің байланыс энергиясымыз 76 болса, оның нуклондар саны дегеніміз ол атомдық массасы ғой, яғни 11. Сонда 76-ны 11-ге бөле салатын болсақ, ол жуықта болғанда енді 7 мега электрон вольт бөлінген нуклон бола салады екен. Нуклон. Осы бізде жігіттердер жалпы осы бордың меншікті байланыс энергиясы болып табылады. Келесі сұрақ. Келесі сұрақ бізде 6. Берілген суретте атом энергиясын өндірудің тәсілі қандай дейді. Және де берілген суретке қарап реакция теңдеуін жазыңыздар дейді. Енді жігіттердер көріп тұрғандарындай третий және де дейтерий секілді өте жеңіл бөлшектер ол бірігіп қандай да бір үлкен энергия шығарып жатыр, қандай да бір үлкен атомдарды тудырып жатыр. Ол сендерде жігіттердер, ол сендерде термоядролық синтез деп аталады екен. Синтез. Термоядролық синтез А жауабында. Яғни айтқанда термоядролық синтез дегеніміз осы кішкентай дейтерий және де третий секілді бөлшектердің бірігуінен қандай да бір үлкен энергияның пайда болуы. Ал енді Б нұсқасына келетін болсақ, берілген суретті қарап реакция теңдеуін жазыңыздар дейді. Енді дейтерий ол сендерде 2-де-1 сутек атомы болатын болса, изотопы немесе изотоптары болатын болса, былайша айтқанда енді. Енді қарасақ, третий ол сендерде 3-де-1 H болса. Сонда бізде 2-де-1 H қосылған 3-де-1 H ол сендерде қандай да бір гелий, нейтрон және де энергия бөліп тұр ғой. Сонда гелий ол бізде 4-де-2 He боласа, қосамыз оған нейтрон 1-де-0 N және де біз энергияны жай ғана гамма деп белгілей салсақ. Осы сендерде жалпы реакцияның теңдеуі болып табылады. Келесі сұрақ. Радиоактивті ыдырау заңының формуласын көрсетіңдер дейді. Енді мен мына жаққа жаза салайын. N тең болады N0 көбейтілген 2-ның минус уақыт бөлінген жартылай ыдырау период десем. Осы нұсқаны біз варианттардан іздейміз. Енді жауаптарды қарасаңыздар, А нұсқасы сразу келмейді, өйткені мына жерде плюс болып тұр. Қарасаңыздар, Б нұсқасы келіп тұр, бізге. Б нұсқасы келіп тұр, яғни N тең болады N0 көбейтілген 2-ның минус уақыт бөлінген жартылай ыдырау периоды. Сонда қалған жауаптарын сызып тастай салады деген сөз. Келесі сұрақ. Енді осы формулаға бізде есеп келіп тұр. 2 тәуліктің ішінде радиоактивті ядролардың 4-тен-1 бөлігі қалды дейді. Осы элементтің жартылай ыдырау периодын және де ыдырап кеткен бөлігін анықтаңыз дейді. Бізде сонда жаңағы формуланы жазатын болсақ, N тең болады N0 көбейтілген 2-ның минус уақыт бөлінген жартылай ыдырау период десем. Бізде мына N деген не десеңіздер, ол қалған бөлігі. Қалған бөлік. Ал енді N0 ол сендерде бастапқы. Сонда жігіттеріңіздер, қарасаңыздар, 4-тен-1 бөлігі қалды деп тұр ғой, 4-тен-1 бөлігі қалды. Сонда ол қалған бөлігі 4-тен-1 N0 болып тұр ғой, 4-тен-1 N0. Енді осыны мен жай ғана мына бір формулаға қоя салатын болсам, 4-тен-1 N0 тең болады N0 көбейтілген 2-ның минус уақыт бөлінген жартылай ыдырау периоды. Сонда мен мына жерде N0-ды қысқартып жіберетін болсам, 4-тен-1-ді 2-ның минус 2 дәрежесі деп жазамын. Теңестіремін 2-ның минус уақыт бөлінген жартылай ыдырау период десем. Сонда минус 2-ні теңестіремін минус уақыт бөлінген жартылай ыдырау периодына. Минус пен минус қысқарып кетеді. Енді жартылай ыдырау периодын анықтасам, уақыт бөлінген 2 бола салады. Бізде уақытта айтылған 2 тәуліктің ішінде деп. Сонда
2-ні 2-ге бөле салатын болсаңыздар, бұл сендерде 1 деген жауап. Сонда оның жартылай ыдырау периоды 1 тәулік. Енді жігіттер қыздар, бізден сұрап тұрғаны жартылай ыдырау периодын таптық. Енді ыдырап кеткен бөлігі қанша дейді. Бізде қалған бөлігі 4-тен 1 болса, сонда біздің ыдырап кеткен бөлігіміз, ол бастапқы бөліктен осы қалған бөлікті азайта салсақ болады ғой. Яғни n нолевойдан азайтатын болсақ 4-тен 1 n нолевойды. Ол сендерде дельта n, яғни айтқанда ыдырап кеткен бөлігі 4-тен 3 n нолевой бола салады екен. Немесе оны 75% десек те болады. 75% ыдырады. Все. Келесі сұрақ. Суретке қарап реакция теңдеуін және де энергия өндіру тәсілін жазыңыз дейді. Бізде жігіттер қыздар, енді қарасаңыздар, қандай да бір нейтрон ол уранға келіп қосылып, уран ол сендерде 2 атомға бөлінген, және де қандай да бір электрондар шығарған екен. Сонда бұл негізгі энергия өндіру тәсілі, бұл сендерде жігіттер қыздар тізбекті ядро. Тізбекті реакция. Енді не үшін тізбекті реакция десеңіздер, бір электрон келіп уранға келіп қосылатын болса, ол 2 атомға бөлінеді, және де осы атомдармен қоса көріп тұрғандарындай нейтрондар шығарып тұр ғой. Және де осы бөлінген нейтрондар тағы да бір атомдарға барып қосылып, оларды тағы да 2-ге бөледі екен. Сондықтан бізде бұл тізбекті реакция деп аталады. Ал енді жігіттер қыздар, оның теңдеуін жазатын болсақ, баста бір нейтрон бар, 1,0 n деген. Ол барып уранға қосылады, 235-те 92 уранға. Және де одан сендерде 236-да 92 деген уран пайда болды. Ол сендерде 2 ядроға бөлініп тұр. Яғни айтқанда біреуі 92-де 36 Kr, екіншісі 141-де 56 Ba. Және де қарайтын болсаңыздар, 3 штук нейтрон бөлініп тұрға, 3 көбейтілген 1,0 n десем, және де қандай да бір энергия ол сендерде гамма дей салсақ. Осы сендерде жалпы, былайша айтқанда, осы реакцияның теңдеуі болып табылады деген сөз. Осымен жігіттер қыздар, бүгінгі біздің ТЖБ талдау аяқталды. Есе түсінікті болды деген ойдамын. Есе ұнаса, FM онлайнға тіркел.